Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта жай бөлшектің негізгі қасиеті, жай бөлшектерді қысқарту тақырыбын қарастырғанбыз. Бүгін сол тақырыпқа бірнеше есептер шығарайық. Бізге мынандай бөлшек берілсін. 20-дан 8 тең 5-тен x-ге. Бізге осы x-тің мәнін табуымыз қажет, яғни бұл жерде жай бөлшектің негізгі қасиетін қолдануымыз қажет. Ол үшін қалай табамыз? Ол үшін бізде екі бөлшектің де бөлімі берілген. 20 мен 5. 20-дан қандай санды қаншаға бөлгенде 5 қалатын тауып алайық. Ол үшін 20-ны 5-ге бөлсек 4 қалады. Яғни 20-ны 4-ге бөлсек 5 болады. Ал енді x-ті табу үшін керісінше осы бөлшектің алымындағы 8-ді де біз 4-ге бөлуіміз қажет. Сонда x-тің мәні 8-ді 4-ге бөлсек, x-тің мәні 2-ге тең. Ал енді тексеріп көрейікші. 20-дан 8 бөлшегін, алымы мен бөлімін екеуі де 4-ге бөлінеді. 20-ны 4-ге қысқартатын болсақ 5-ге тең, 8-ді 4-ге қысқартатын болсақ 2-ге тең. Яғни мәні 5-тен 2-ге тең. Яғни белгісіз x-тің мәні 2 дегенді білдіреді. Енді тағы да бір есеп берілсін. x-тен 9 тең 7-ден 3-ге. Бұл есепте де жай бөлшектің негізгі қасиетін қолдануымыз қажет. Ол үшін енді бізде керісінше бөлшектердің алымдары берілген. 9-дан біз қалай 3-ті алдық. Ол үшін бөлшектің алымындағы 9-ды 3-ге бөлгендегіні мәні 3 болды. Олай болса бөлімі де x-ті де біз сол 3-ге бөлгенде 7 шығуы қажет. Яғни тек бөлімін есептейтін болсақ, x-ті бөлген кезде 3-ге мәні 7-ге тең болу керек. Олай болса x-тің мәні 21-ге тең. Яғни 21-ден 9, яғни бөлшегіміз жасақ, 21-ден 9-ымыз тең болу керек 7-ден 3-ге. Ол үшін бөлшекті қысқарту ережесі бойынша алымын да бөлімін де 3-ге қысқартайық. 9-ды 3-ге бөлсек 3, 21-ді 3-ге бөлсек 7. Яғни 7-ден 3-ге тең. Белгісіз x-тің мәні 21-ге тең. Енді бізге екінші есеп берілсін. Екінші есепте бірнеше бөлшекті алымын да бөлімін де бірдей санға қысқартуымыз керек. Ең соңғы нәтижесінде қысқармайтын бөлшекті алуымыз керек. Мысалға, 42-ден 30. Ал 42 мен 30 екеуі де жұпсан, екеуі де 2-ге қысқарады. Ал 2-ге қысқартып көрейікші. 42-ні 2-ге бөлсек 21 қалады, ал 30-ды 2-ге қысқарсақ 15 қалады. Яғни біз жаза аламыз 21-ден 15. Ал соңғы алынған бөлшегіміз тағы да 21 мен 15 сандары 3-ге қысқарады. 21-ді 3-ге қысқаратын болсақ 7 қалады, 15-ді 3-ге қысқартатын болсақ 5 қалады. Мәні 7-ден 5-ге тең. Сонда 42-ден 30 бөлшегін бірден қай санға қысқартуға болатын еді? Ойланыңыздаршы. 42 мен 30 санын алдымен біз бірінші кезекте 2-ге қысқарттық, яғни 2-ні жазып алайық, 2-ге қысқарттық. Екінші кезек 3-ге қысқарттық, яғни 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға бірден қысқартуға болатын еді. Яғни 42-ні 6-ға бөлсек 7 қалады, 30-ды 6-ға бөлсек 5 қалады. Ал 7-ден 5 бізде қысқармайтын бөлшек. Яғни алымы да бөлімі де жайсан. Тағы да бір есеп қарастырайық. 26-дан 42. 26-дан 42. Ал алымын да бөлімін де 2-ге қысқартайық. 26-ны 2-ге бөлсек 13. 42-ні 2-ге бөлсек 21. Қалды бізде 13-тен 21. 13 пен 21 сандары ешқай санға қысқартылмайтындықтан соңғы алынған бөлшегіміз қысқартылмайтын бөлшек. 13-тен 21-ге тең. Келесі тағы бір мысал 77-тен 35 болсын. 77-тен 35. Алымын да бөлімін де екеуін де 7-ге қысқартуға болады. 35-ті 7-ге бөлсек 5 қалады, 77-ні 7-ге бөлсек 11 қалады. Нәтижесі 11-ден 5-ге тең.
Яғни бұл біздің жай бөлшектерді қысқарту амалын қарастырдық. Енді бізге бірнеше бөлшек берілсін, оның барлық бөлімін жүзге айналдыру қажет. Оны қалай істейміз? Мысалға, бұл бізде үшінші есеп болсын. 4-тен 3, 2-ден 1, 8-ден 3, 10-нан 7, тағы да 20-дан 9, 50-ден 13 болсын. Осы бөлшектердің бөлімін 10-ға жүзге келтіруіміз керек. Ол үшін не істейміз? Яғни 4-тен 3-тің бөлшегінің бөлімі 100 болу керек. Яғни теңестіреміз 100-ге. Ал 4-ті біз қандай санға көбейткенде біз 100-ді алдық. 4-ті біз 25-ке көбейткен кезде 100-ді алдық. Олай болса, жай бөлшектің негізгі қасиеті бойынша 3-ті де 25-ке көбейтіп, 4-тен 3-ті 100-ден 75 деп жазуға болады. Ал дәл солай 2-ден 1 бөлшектің бөлімін 100-ге келтіруіміз керек. 2-ден 1, яғни бөлшектің бөлімі 100 болуы қажет. Онда алымында қандай сан? Ол үшін 2-ні біз қаншаға көбейтіп 100-ді алдық. 2-ні 50-ге көбейтсек 100-ді аламыз. Олай болса алымында 50-ге көбейтеміз. Сонда алымы 50-ге тең. 100-ден 50. Ал 100-ден 50 қысқарту амалы бойынша екеуі де 50-ге қысқартып, қайтадан 2-ден 1 санын алуға болады. Енді 8-ден 3 бөлшегін қарастырайық. 8-ден 3 бөлшегінде бөлімін 100-ге келтіру қажет. Бірақ 100 саны 8-ге бөліне ме? 100 саны 8-ге бөлінбегендіктен біз бұндай бөлшектің бөлімін 100-ге келтіру мүмкін емес. Ондай да есептер кездеседі. Келесі 10-нан 7-ні қарастырайық. Ал 10-нан 7-ні бөлімін 100-ге келтіру үшін, яғни 10-ды бөлімдегі 10-ды 10-ға көбейткен кезде ғана 100-ді аламыз. Олай болса, алымындағы 7-ні де біз 10-ға көбейтуіміз қажет. Сонда мәні 100-ден 70-ге тең. Келесі 20-дан 9-ды қарастырайық. 20-дан 9. Яғни бұның бөлімін 100-ге келтіру керек. Яғни бөлшектердің бөліміндегі 100-ді 20-ға бөлсек 5 қалады. Яғни 20-ны 5-ге көбейтсек 100 шығады. Олай болса, алымындағы 9-ды да 5-ге көбейтеміз. Мәні 100-ден 45-ге тең. Дәл солай соңғы 50-ден 13-ті қарастырайық. 50-ден 13. 50 саны 100-ге келтіруге оңай, яғни 50 санын 2-ге көбейтсек 100 аламыз. Олай болса, 13-ті де 2-ге көбейтуіміз қажет. Сонда мәні 100-ден 26-ға тең. Тағы да бір есептер шығарып көрейікші. Бақта барлығы 42 жеміс ағашы бар. Оның 14-ті алма ағашы. Бақтағы барлық алма ағашы жеміс ағашының қандай бөлігін құрайтын тауып көрейік. Яғни бізде барлық ағаш 42. Яғни бөлшектің бөліміне 4-ші есептеп қарастырамыз. 42-ге тең. 42 жеміс ағашы. Оның тек 14-ті алма ағашы болғандықтан алымына 14 жазамыз. Ал енді 42 мен 14 саны екеуі де 7-ге қалдықсыз бөлінеді. Яғни 7-ге қысқартамыз. 14-ті 7-ге бөлсек 2, ал 42-ні 7-ге бөлетін болсақ 6-ға тең. 6-дан 3, 6-дан 2. 6 мен 2 тағы да 2-ге қысқарады. 2-ні 2-ге бөлсек 1, 6-ны 2-ге бөлсек 3. Яғни бақтағы ағаштардың 3-тен 1 бөлігі алма ағашы құрайды екен. Біз сіздермен қарастырдық. Жай бөлшектердің негізгі қасиеті жай бөлшектерді қысқарту амалын. Келесі кездескенше сау болыңдар.